Ертеде егіншілікпен айналысатын екі бауыр өмір сүріпті. Үлкені үйленген, балалы шағалы болса, кішісі жалғыз басты бойдақ екен. Алайда олар соған қарамастан жыл сайынғы егін өнімін өзара тең бөлісіп отырады екен. Күндердің бір күнінде кіші бауыры: «Мен осы не істеп жүрмін? Ағам болса жанұялы, балалары көп, ал мен жалғызбын, ішіп-жеміме көп кетпейді. Онымен өнімімді бұлайша тең бөліп жүргенім еш әділдікке жатпайды ғой», деп сол түні қамбасынан бір қап дән әкеліп ағасының орасына білдірмей төгіп кетеді. Осы әдет бірнеше күнге осылайша жалғасады. Осы күндері ағасы да інісінің жайын уайымдап ойға кетеді. «Мен осы не істеп жүрмін? Менің сүйеу болар әйелім мен жәрдемдесетін балаларым бар. Ал інім болса жалғыз. Оған бала жағын реттеп, жағдайын жасау үшін көбірек өнім керек емес пе?» деп ол да әр түні білдірмей інісінің қамбасына бір қап дәнін таси бастайды. Осы сарымен арада біраз уақыт өтеді. Алайда екеуі де қанша күн өтсе де өз қамбаларындағы дәннің ортая қоймайтынын байқайды. Сол күні түнде екеуі де қамбаларын тексеруге шыққанда кенеттен бір-біріне жолығып қалады. Жағдайды бірден түсінген олар қолдарындағы қаптарын тастай салып, көздеріне жас алған күйі құшақтаса кетеді. Кең пейілділік деген бұл өмірде хош иісті әтірдің ыдысы секілді болу. Ол ішіндегісінің барлығын өзгелерге сыйлап, босап қалған күйде де жағымды иісінен ажырамай тұрады.